Бұл сабақта екі өлшемді тізімді өңдеу және шығаруды үйренеміз. Бізге екі өлшемді тізім берілген. Оның 0 және 1 элементін принт арқылы басып шығарайық. Ал енді ол мәнді өзгерту үшін сол индекс элементін тікелей өзгерту мүмкіндігіміз бар. Енді принтті бассақ, өзгерген мән экранға шығып тұр. Ал енді біздің екі өлшемді тізім элементтерін экран бетіне жеке-жеке шығару үшін біз екі кірістірілген for циклын қолдануымыз керек. Мәселен, сыртқы цикл x айнымалысына қатарларды оқиды. Әрбір итерацияда x мәні ол жеке-жеке ішкі тізімдерді алып отырады. Ал ішкі цикл y ол сол x тізімінен жеке сандарын алады. Енді сол жеке санды принт арқылы экранға шығарайық. Міне осылай біз екі өлшемді тізімдерді экран бетіне шығара аламыз.